Қайырлы күн, қыздар. Өткен бөлімде біз 8 см резинка тоқимыз деген жерден тоқтаған болатынбыз. Егер де 8 см резинка тоқып алған болсаңыздар, 2-2 резинка еді. Менде резинка 7 см, 8-9 см қып тоқып ала беріңіздер. Себебі балалар тез өседі. Қайырған жерін ашып жіберіп, ары қарай балаға кигізе берсеңіздер болады. Ботинканың ішінде или жаңа пинеткімен көрінбейді. Сондықтан резинканы 8-9 см қып ала берсеңіздер болады. Егер резинка тоқып алған болсаңыздар, әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Бірінші не істейміз? Бірінші спица номерін өзгертеміз. Ең бірінші, егер 3-пен тоқып жатқан болсаңыздар 3,5-ға, 3,5-мен тоқып жатсаңыздар 4-ші номерді спицаға ауыстырасыздар. Ауыстырғаннан кейін тоқуды бастаймыз. Бұл оң беті, тоқудың оң беті екенін қалай білеміз? Мінекей, кромочныйдан кейін оң ряд болса, бұл оң бет, мінекей, кромочныйдан кейін бір оң алған болатынбыз, бұл оң бет. Ал егер де изнаночный болса, кромочныйдан кейін ол теріс бет болып есептеледі. Қазір біз барлық петляларды оң тоқимыз, және әрбір 3 петлядан кейін бір петля қосып отыратын боламыз. Мына жерде ширинаны біз үлкейтуіміз керек, сол үшін керек болады. Қазір камераны мен дұрыстап алайын, комбинезонды алып тастайын кадрдан. Комбинезон керек болған кезінде кадрға қайта қосып аламыз. Әзірге кадрдан тыс қоямыз, керекті заттарды алып алайық. Жалғастырамыз. Әрбір 3 петлядан кейін бір петля қосамыз. Кромочныйды іліп аламыз. Әрі қарай 1, 2, 3. Үшеу тоқып алдық. 4-ші петляның астынан іліп аламыз да, әрі қарай бір оң петля тоқып жүреміз. 4-ші петля өзі оң тоқылады. 4-ші петля келесі 1, 2, 3 осы 3 петляға қосылмайды. 4-ші петляны өзін бір лицевой тоқып аламыз да, одан кейін бастаймыз санауды. 1, 2, 3. 4-ші петляның астынан іліп аламыз, тоқып жібереміз. Және 4-ші петляның өзін тоқимыз. 1, 2, 3. Астынан іліп аламыз, бір оң петля тоқимыз, 4-ші петляның өзін тоқимыз. 1, 2, 3. 4-ші петляның астынан іліп аламыз, және 4-ші петляның өзі. Осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз, және сіздер бірінші және екінші аяқты тоқып жатсыздар деген ойдамын, себебі екі аяқты бірдей тоқимыз. Өздеріңізге жеңіл болады. Ал егер де бірден тоқи алмаймын дейтін болсаңыздар, онда екі аяқты жеке-жеке тоқып, кейін бір спицаға өткізіп алатын боласыздар. Қазір біз әр 3 петлядан кейін бір петляны қосып алайық, содан кейін кездесетін боламыз. Қатардың соңына дейін тоқып алған болсаңыздар, комбинезонның негізгі узоры каса, осы касаның 15 петлясын маркермен белгілеп аламыз. Каса 15 петля болуы мүмкін, 18 петля болуы мүмкін. Егер де 6 айлықтан жоғары қарай тоқитын болсаңыздар, 18 петлямен алсаңыздар болады. Себебі петля үлкейген сайын узорды да кішкене үлкейтсеңіздер, әдем, объемны көрінеді. Бірақ қазір 15 петляның өзі әдем көрініп тұр. Үлкен көрінеді, жақсы көрінеді. Сондықтан өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай көресіздер. Касаның 15 петлясын бөліп белгілеп алайық. Бірінші 5 петля санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петлядан кейін бірінші маркерді ілеміз. Маркерді спицаға ілеміз. Петляға емес, спицаға. Ілінді. Бірінші маркер бар. Әрі қарай 15 петля санап аламыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Екінші петляны ілеміз. Екінші петляны ілдік. 15 петля. Енді
теріс қатарды тоқимыз. Тоқудың бұл жаңағы оң жақ беті, қарап алыңыздар, оң жақ бет. Касаның 15 петлясы тек оң тоқылады. Оң жақ бетте оң, теріс жақ бетте теріс тоқылады. Өйткені бізге лицевая гладь, узор шығару үшін лицевая гладь керек. Ал платочка оң бетте де оң, теріс бетте де оң тоқылады. Көзді жұмып отырып тоқи беруге болады. Мінекей платочка оң бетте де оң, мына теріс бетте де оң тоқыла береді. Қазір көрсетейін бастап. Платочканы тоқып жатырмыз. Қазір платочная вязка теріс бетте де оң тоқылады. Енді касаның 15 петлясына келдік. Біз теріс бетте оны теріс тоқимыз. Касаның 15 петлясын теріс тоқып алдық. Енді платочная вязка тек оң тоқыла береді. Кромочная петля тек изнанка теріс тоқылады всегда, ұмытпаңыздар. Мінекей бір қатар біз изнанка тоқып алдық. Енді оң қатарды қалай тоқитынын көрсетейін. Платочка оң қатарда да оң тоқылады, теріс қатарда да оң тоқылады. Мінекей оң тоқып кете береміз бұны. Біз қазір касаға келдік. Касаны біз оң қатарда оң, теріс қатарда теріс тоқимыз дедік. Қазір бізде оң қатар оң тоқимыз. Әрі қарай платочка оң тоқылады. Кромочный, изнаночный тоқылады. Енді қазір өздеріңіз осы теріс бетті тоқыңыздар. Оң бетте кездесетін боламыз. Яғни резинкадан кейін біз әр 3 петля сайын бір петлядан қосып алдық қой. Сол қосқаннан кейін тағы да 3 қатар тоқисыздар да 4-ші оң қатарда кездесетін боламыз. Мен жаңа 2 қатарды тоқып көрсеттім ғой. Енді 3-ші қатарды өздеріңіз тоқисыздар. 4-ші қатарында кездесетін боламыз. Мінекей 4-ші қатарға келдік. Платочканы тоқып алайық. Маркерге келдік. Енді айқастыруды бастаймыз.